Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайғамбарымыздың мындай бір керемет хадисі бар. Екі көз тозақта күймейді дейді. Ол қандай көз деген кезде, бірінші көз күнәсі үшін шынайы түрде Аллаға тәубе етіп, кешірім сұрап, жылаған көз дейді. Екінші көз отанын, жерін, елін қорғап, ұйқысыз өткізген көз дейді. Бұл қарап отырсақ, ислам дініндегі елді, жерді қорғаудың қаншалықты үлкен сауапты іс екенін көрсетіп тұр. Құран кәрімде көптеген аяттарда саф жайында, жалпы ислам дінінде, тіпті намазда да біз сапты түзейміз ғой, иықпен иықты тірестіріп. Яғни бұның бір екінші бір қыры, тіпті осы еліміздің шетіне жау келген кезде де намазда қалай тұрып сіздер иық тіресіп намаз оққан секілді, иық тіресіп алдыңғы сапқа ұмтылған секілді, елді қорғаған кезде де осындай алдыңғы саптарда иық тіресіп елді қорғауға үгіттейді. Осындай ислам дінінің ұстанымы отан қорғау жайында осындай екен, құрметті ағайын.